Дер кезінде қабылданған шаралардың арқасында биыл сәуір айында экономика өсу қарқыны былтырғы наурыз айынан бері тұңғыш рет оң нәтиже беріп, бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша 2,2%-ға дейін жетілдеді. Нақты сектор жалпы ішкі өнімнің өсуіне негізгі драйвері болып қала береді. Жарты жылдықтың қорытындысы бойынша ол 2,9%-ға өсті. Шектеулердің сақталып отырғанына қарамастан, қызметтер көрсету секторы ішкі сұраныстың біртіндеп қалпына келуіне байланысты 1,4%-ға өсті. Инвестициялар тартудың нысаналы бағыттарын өзгерген өндірмейтін салалардағы инвестициялық белсенділіктің жоғары болуын қамтамасыз етуде. Нәтижесінде негізгі капиталға инвестициялар 23,9%-ға өсті. Халықтың нақты кірісі инфляцияны шегергенде қаңтар-мамырда 1,7%-ға ұлғайды. Пандемия жағдайында нақты сектор экономик тұрақтылық факторына айналып, өзінің бәсекеге қабілетті екенін көрсетті. Өңдеуші сектордың 5,6%-ға өскеннің арқасында өнеркәсіптің өсу қарқыны 1,5% деңгейінде қамтамасыз етілуде. Фармацевтикалық өнім 31,1%-ға, машина жасау 22,1%, оның ішінде автомобиль жасау 32%, вагондар мен локомотивтер 37,5%, құрылыс материалы 19,5%, киім 19,5%, және жиһаз өндірісінде 19% деңгейінде серпінді өсу қамтамасыз етілді.